Сәлем достар, тура бала кезімізде жегендей өте дәмді болып шығатын пирожкилер дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Ең алдымен салмасын дайындаймыз. Картопты пісіріп алатын боламыз. Салмасын өз қалауыңыз бойынша жасасаңыз болады. Қамырын айранмен жасайтын боламыз. Өте жұмсақ, керемет болып шығады. Жұмыртқа мен тұзды жақсылап араластырып, електен өткен ұнды қосатын боламыз. Үстінен разрыхитель немесе шымшым сода қоссақ болады. Қамырды өте жұмсақ, қолға жабысқақ етіп елейтін боламыз. Міне осындай болу қажет. Қамырды 20 минутқа демалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанша салмасын дайындап аламыз. Картопты толығымен пісіріп, жақсылап суытып алып, өз қалауыңызша көк пияз қоссаңыз болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап езіп аламыз. Мінекей пюреміз дайын. Енді қамырын дайындайтын боламыз. Ұн себе отырып, орташа жұқалықта барлығын жақсылап толығымен жайып аламыз. Достар, уақыт тауып осы видеоны қарап отырғаныңызға үлкен алғыс білдіремін. Осы видео ұнап жатса, достарыңызға, туысқандарыңызға жіберіп, қазақша каналдың дамуына үлес қоса отырыңыздар. Міне қыздар, қамырымыз дайын. Осылай кальцо болса кальцомен, болмаса осылай үй жағдайында кесіп алсаңыз болады. Міне осылай жақсылап кесіп аламыз. Артылған қамырды пакетке салып қойды ұмытпаңыз. Одан да 5-10 минут демалдырып, қайтадан пирожки жасап алсаңыз болады. Пирожкилерді видеодағыдай осылай жасаймыз. Қамырды бір-біріне осылай қатты-қатты басып, жабыстырған дұрыс. Өйткені қуырып жатқанда аралары ашылып кетуі мүмкін. Алдын ала қызып тұрған майда орташа отта екі жанын қызарғанша қуырып алатын боламыз. Қыздар, ортасы толық піседі. Міндетті түрде жасап көріңіз. Бір жасасаңыз, осы рецептпен қайта-қайта жасайтын боласыз. Мінекей осылай қып-қызыл етіп қуырып, пісіріп алатын боламыз. Қыздар, ашытуды қажет етпейтін пирожкиіміз дайын. Тойымды өте дәмді, жұмсақ, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Бір жасағаннан сәтті болып шығатын болады. Менің видеоларымды бірінші болып көргіңіз келсе, каналға тіркеліп, колокольчик белгісін басуды ұмытпаңыз. Ас болсын.